Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Армысыздар, қадірменді көрермендер. Q-Sport телеарналар тобы назарларыңызға футзалдан Қазақстан чемпионатының матчтарын көрсетуді одан ары жалғастырады. Бізде кезекті ойын, Қазақстан чемпионаты 2 апталық үзіліс алған болатын. Бұл аралықта өздеріңіз білесіздер, әлем чемпионаты іріктеу, Еуропа чемпионатына іріктеу матчтары өткендігін білеміз. Қазақстан ұлттық құрамасы үшін бұл үзіліс сондай бір сәтті бола қойған жоқ. Әрине ол туралы сәл сондай ойынға көшкен болатын. Ақтөбе командасы қазір шабуылда. Иманалин, Ақбалықов және орталықтан соққан Нулеттің орындауында. Ақбалықовта аздаған артық салмақ бар секілді көрінеді. Әрине 10 күн болды дайындалып жүргеніне дейді. Міне қараңыздар, әдемі сәттердің бірі. Неге соққы бірден жасалмады, доп қақпаның маңдайшасына тиді. Және қарымта шабуыл. Ақтөбе кедергі болған екен, бұрыштама добы. Бірақ өткізе алмады. Ақбалықовқа қарай және Бейсенбайұлы Атыраудың шабуылын бастады. Өте жақсы шабуылдардың бірі. Қақпашы қазір қауіпті сәттің бетін қайтарды. Қандай кереметті. Бразилиялықтардың кіруіне мүмкіндік жоқ. Және қақпаға бағытталған соққы. Қанат Жеткірбаев тағы бір бұрыштама добы болады. Жеткірбаев допты ұстағанымен Атырауда да өзгеріс бар. Денисбек Амандық ұлын көріп отырмыз. Лео Соуза тағы да қарсылас ойын алаңына келіп кірді және соққы. Амандық ұлы неге допқа аяғын қоймады? Қараңыздар. Сол қапталға пас. Кручинин алдындағы ойыншыны алды және соққы. Ал міне Ақбалықовта бар мүмкіндік. Қақпашымен бетпе-бет шықты және бұл жерде Лео Соуза осы матчта шынайы шеберлігін көрсеткен сәт осы болды, қадірменді көрермендер. Қараңыздар, қандай керемет. Ақбалыққа әлі бабына кіру керек. Міне Чураско! Супер мүмкіндік болды. Дегенмен Лео Соуза өзінде бар қауіпті сәттерде тамаша ойын көрсетуде. 11 минут 9 секунд. Жақсы мүмкіндік. Қандай сәт биылда болып еді. Өте әдемі аяқтың. Кручинин кетті. Және тікелей қақпаға бағытталған соққы бағанаға тиді. Бұл жерде қапталға пас Филиппиньо. Жылдам ойнауда. Биыл қақпаға. Тағы да бағанаға доп тиді бұл жолы да. Не деген? Таза бразилиялық төрттік қазір алаңда. 2 минут 54 секунд. Лео Соузадан тағы бір супер сейв. Алыс бағанаға доп асырылды. Ары қарай Кручинин. Және матч аяқталды. 0-0, қадірменді көрермендер. Мүмкін осы нәтижеге лайықты ойын болған шығар. Бірақ әлі командалар ертең тағы бір кездесу өтетін болады. Қарымта кездесуді. Тура осы жерде өтетін ойын. Мүмкін сол жерде біз екеуі ара командалар арасындағы жеңімпазды көретін шығармыз. Әзірге осы сіздермен болған мен Ержан Көшкімбаев. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала.